Сәлем достар, Адира-Бадира, тағы да сіздермен бірге. Міне көктем де келіп қалды, бірақ Астанада әлі суық. Аналар, қыздар, келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Бірақ біз бүгін өте қызықты видео түсіреміз. Сіздерге қызық болса, кеттік! Достар, көптеген сұраулар бойынша біз бүгін сұрақ-жауап деген видео түсіреміз. Бірақ мен қатты түсіргім келмеді осы видеоны. Ол Мадина түсіргісі келді. Мадина, келесі видео менің идеям болады. Қазір телефонды ашамыз, сосын сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақты мен оқиын. Мүмкін мен оқиын? Жоқ, мен. Жарайды. Бірінші сұрақ. Адира-Мадина, Америкадасыңдар ма? Жоқ, Астанадамыз. Сендер бос уақытта не істейсіңдер? Сендерге видео түсіреміз, және кейбір кезде сурет саламыз. Ал тағы да екінші сұрақ Мадина оқиды. Сендерде ВК, WhatsApp бар ма? ВК жоқ, бірақ WhatsApp бар. Сендердің аналарының аты Айжан ба? Жоқ. Мама. Ой, мама. Біздің анамыздың аты Мама. Керемет, Адира-Мадина, сәлем, келесі видео сұрақ жауап болсыншы. Міне, сендер үшін түсіріп отырмыз. Менің сұрағым, бірінші сұрағым, 91 тобына ойларың қалай? Бізге 91 онша қатты ұнамайды, бірақ өлеңдерін тыңдаймыз. Достары, бірақ әдемі, бізге ұнайды достары. Екінші, Иглсыңдар ма? Жоқ. 91 тобындағы кімді ұнатасыңдар? Бала. Өйткені ол бала. Жоқ, келесі сұрақ. Мадина оқиды. Қайсысы Адира, қайсысы Мадина? Мен Мадина, ол Адира. Мадина өз өзін шатастырып жатыр. Мен оқиым. Адира-Мадина, мен де сендер сияқты канал ашқым келеді. Сендер сияқты видео түсіру үшін не істеу керек? Тырысу керек, еңбектену керек. Сосын болады сендер. Бізден де көп подписчик болады сендер. 100 мың, миллион, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион и так далее. Мадина оқиды. Егіз болған күшті ма? Әрине күшті. Әрине, әлбетте. Достар, айтпақшы, біз жұлдыздар отбасы деген паузу выдержим, да? Айтпақшы, біз жұлдыздар отбасы деген журналға сұхбат алды. Жұлдыздар отбасы деген журнал бізден сұхбат алды. Жұлдыздар отбасы деген Может, мен айтам? Жұлдыздар отбасы журналында біздің алғашқы сұхбатымыз шықты. Сол үшін қараңдар, оқыңдар, және біздің бір кішкентай құпиямызды білесіңдер. Оқыңдар. Қане, Мадина. Мен ғой ужас. Прямой эфирге шығыңдар, кешке шығатын шығарамыз. Келесі сұрақты мен оқиым. Адира-Мадина, сұрақ жауап деген видео түсіріңдер. Түсіріп жатырмыз. Менің бірінші сұрағым, жігітім бар ма? Құдайым, гимназияда оқимын, айналайын. Номерің қанша, Адира-Мадина? Білмейм. Руым қандай? Дәулет. Мадина енді келесі. На каком это языке? На каком это языке? На казахском. Достар, біз қазақ болған соң, әрине біз қазақ тілінде түсіреміз. Қадыр Мырза әлі атамыз айтқандай, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте. Келесі мен оқиым. Адира-Мадина, сәлем. Видео күнде лайк. Бірақ сендер вопрос-ответ түсіріңдер. Түсіріп жатырмыз. Бірінші сұрақ. Кімнің шашы ұзынырақ? Білмейміз. Салыстырайықшы. Бірдей сияқты. Бірдей.
Мүмкін менікі ұзынырақ? Жоқ, бірдей. Қай мектепте оқисыңдар? Мері 67-ші гимназия. Сендердің жастарың нешеде? 10-да. 10 жастамыз. Мадина. Қай қалада тұрасыңдар? Біз еліміздің астанасы Астана қаласында тұрамыз. Бірақ, достар, биыл Астанаға 20 жыл болады. Біз соған арнап бір өлең Астана туралы, бірақ ол әлі нақты емес. Бірақ жазға дейін әлі қайда? Иә, бірақ біздің ойымызда жүр ол. Идея. Достар, сен Астана қаласында тұрсаңдар, немесе Астанаға келсеңдер, немесе Астанаға келгілерің келсе, ең бірінші лайк басыңдар, және комментарияға плюс қойыңдар. Біз сосын санаймыз, неше адам Астана қаласында тұрады, және Астана қаласын жақсы көреді. Достар, негізі бізге көптеген сұрақтар келді, бірақ біз жиі қойылатын сұрақтарды алдық. Сол үшін ренжімеңдер. Тағы да сендерге осы видео ұнаса, лайк қойыңдар, комментария жазыңдар. Сендермен бірге болған Адина, Мадира, Твинс. Бай-бай. Достар, аналар, құрметті апалар, тәтелер, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Колокольчикті басуды ұмытпады. Пока. Бай-бай. Достар, бұл жай ғана закадым деген видео, сондықтан көп мән бермей қойыңыздар. Тек қана күлімдеп жүре беріңіздер. Енді Я просто в шоке, твое тело просто космос. делай. Вот так. Моя малышка, твоя улыбка, единственная, самая вышка. Самая вышка. Самая вышка. Если в видеода менің идеям болады.